Қазақстандағы ірі құрылыс компаниялары BI Group, Базис А, Бәйтерек Девелопмент басшылығы және елден тысқары түрлі мүлікті заңсыз иеленген қазақстандық элитаның ең шулы есімдері аталған Paradise Papers офшорлық есепшоты. Осының барлығы бір-бірімен қалай байланысты? Ал бұл жағдайға нұрлы жер жеңілдетілген тұрғын үй мемлекеттік бағдарламасының қандай қатысы бар? Бүгінгі шығарылымда осы туралы айтамыз. Енді елестетіңіз, сіз қарапайым қазақстандықсыз. Өзіңіздің жеке баспанаңыз бар ма? Оны қалай алдыңыз? Қолма-қол ақшаға сатып алдыңыз ба? Ипотека алдыңыз ба? Әлде отбасы банкінде ақша жинадыңыз ба? Неге мен мұны сұрап тұрмын? Өйткені нұрлы жер бағдарламасының іске қосылғанына 7 жыл толды. Осы уақыт ішінде әр қазақстандық өз пәтерінде тұруға тиіс еді. Бірақ сіз де менің сөзімнің рас екенін жақсы білесіз. Бағдарлама әлі күнге дейін жүзеге асқан жоқ. Бағалар жыл сайын шарықтап өсіп барады. Халық саны да көбейіп келеді. Бірақ қарапайым жұрт әлі де өз баспанасына қол жеткізе алмай сенделіп жүр. Тек елестетіп көріңіз, қазақстандықтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін мемлекет 2020-25 жылдарға 5,3 триллион теңге бөлген. Бірақ бұл қаражаттың басым бөлігі мүлдем басқа бағытқа жұмсалғаны белгілі болды. Ол қайда? Кімнің қалтасына түсіп жатыр? Біріншіден, орта таптағы шенеуніктердің парақорлығы. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында 540 миллион теңге жымқырылған болса, Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жақсылық Шалабеков 107 миллион теңге пара алған. Бұл қаражат әкімдік тарапынан ірі панельді тұрғын үйлер салуға бөлінгенді. Санақ комитеті қолжетімді тұрғын үй бағдарламасы аясында бюджет қаражатын игеруде бірнеше рет заң бұзушылықтарды анықтаған. 2021 жылы мемлекеттік аудит мамандары жариялаған мәліметтерге сүйенсек, соңғы 3 жыл ішінде бөлінген 714,5 миллиард теңгенің 92,5 миллиард теңгесі, яғни 13% мақсатсыз жұмсалған. Демек, шамамен 93 миллиард теңге біздің шенеуніктер мен кәсіпкерлердің қалтасына түскен. Мемлекет құрылыс компанияларына субсидия бөлуін бөліп отыр. Олар салынған үйлерді халыққа тапсырады. Бірақ бұл үйлерді үйдеуге келсе әрине. Еліміздің түкпір-түкпірінде жыл сайын өтетін наразылық шерулеріне қарасақ, жұрттың көңілі мүлде толмайды. Себебі жаңа үйлердің сапасы сын көтермейді. Көшіп кірмей жатып ақ апатты жағдайда деп танылып жатады. Төбесі түскен, қабырғасы сөгілген, жылу батареялары жарылып кеткен пәтерлер міне шынайы көрініс. Тіпті Ақтау қаласында 2-ші топтағы мүгедек азаматқа берілген жалдамалы пәтерде не суағар, не жуынатын ванна, тіпті дәретхана да болмаған. Бұны елестетудің өзі қиын. Тіптен түрменің өзінде де мұндай жағдай жоқ. Ал осындай сапасыз баспананы кімдер салып жатыр? 2021 жылғы мемлекеттік аудит Бәйтерек Девелопмент акционерлік қоғамының құрылыс жұмыстарын тиімсіз жоспарлағанын анықтады. Бұл компания Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды және Павлодар облыстарында 19 тұрғын үй жобасын жүзеге асыру үшін 19 миллиард теңгеден астам қаражат алған. Алайда бұл үйлер жобалық сметалық құжатынсыз салынған болып шықты. Ал еліміздегі алып құрылыс компаниялары BI Group, Базис А және Хайвел туралы не білеміз? Журналистік зерттеулер бұл компаниялардың мемлекеттік тапсырыстарды бәсекесіз жолмен алып келгенін бірнеше рет дәлелдеген. Жылдар бойы ірі мемлекеттік тендерлер осы компаниялардың қолына түсті. Ал олардың иелері Қазақстандағы ең ықпалды кәсіпкерлердің қатарында. Шенеуніктермен тығыз қарым-қатынаста. Бірақ нұрлы жер бағдарламасының басты пайдасын кім көрді? Осы схемалардың іске асуына кім мүмкіндік берді? Бір анығы, сол кездегі индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұловтың тұсында нұрлы жер бағдарламасы аясындағы жобаларға миллиардтаған қаржы бөлінді. Дәл сол кезде министрлік ұлттық экономика министрлігінен 21 миллиард теңге бюджет қаражатын алды. Бірақ ең қызығы, бұл қаржы бюджет жағдайына сараптама жасалмастан бөлінген. Бұл өте өрескел заң бұзушылық. Қалайша бұл қаржы бюрократиялық сүзгіден еш кедергісіз өте шықты. Оны тек болжай аламыз. Айтпақшы, бір қызық жайт. Бейбіт Атамқұловтың есімі атышулы Paradise Papers офшорлық есепшотында кездеседі. Бұл құжатта Қазақстан элитасының бірқатар танымал тұлғалары, соның ішінде Назарбаев отбасы мүшелері мен оларға жақын адамдар туралы деректер бар. Мысалы, бұрынғы президенттің қызы Дариға Назарбаева мен Қазмұнайгаздың экс-басшысы Сауат Мыңбаев та осы тізімде. Офшор иелерінің деректеріне сәйкес, Бейбіт Атамқұлов бауырымен бірге Мальтада шарап зауытына иелік етеді. Алайда бұл ақпаратқа қатысты шенеуніктің өзінен ешқандай ресми түсініктеме болған жоқ. Енді ең маңызды сұраққа келейік. Қазақстанда шын мәнінде қанша адам үйлі болды? Ресми деректерге сүйенсек, елімізде ипотекалық келісімдердің 70% жеңілдетілген мемлекеттік бағдарламаларға тиесілі.
Бұл жылына 250 мыңға жуық келісімшарт жасалады деген сөз. Өкінішке қарай халыққа арналған қолжетімді тұрғын үй идеясы шынайы өмірде өз мақсатына жетпей келеді. Оған сыбайлас жемқорлық, шенеуніктердің ашкөздігі мен пайда күнемдігі басты себеп. Егер мемлекет бұл бағдарламаны мүлде тоқтатса, нарықта тек коммерциялық ипотека қалады. Ал оның жылдық пайызы 20-30%-ға дейін жетеді. Бұл халық үшін ауыр соққы болатыны анық. Өйткені бір пәтер сатып алу үшін өз бағасынан 3-4 есе артық ақша төлейтін жағдайға тап боламыз. Өкінішке орай елімізде тұрғындардың тек 5%-ның ғана қолма-қол ақшамен баспана сатып алуға мүмкіндігі бар. Тұрғындардың қалған 95%-ы ипотекаға жүгінуге мәжбүр. Халықтың табыстары арасында қандай үлкен айырмашылық бар екенін түсініп тұрсыз ба? Сондықтан жеңілдетілген ипотека қажет. Тіптен Нұрлы жер бағдарламасы 7 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқанына қарамастан, бағдарламаның қисынсыз жүзеге асырылу жоспары көпшіліктің үй алу мүмкіндігін азайтып отыр. Бүгінде бұл мемлекеттік бағдарлама өз мақсаттарын орындай алып отырған жоқ. Олай дейтініміз халыққа тұрғын үйді қолжетімді етпеді, бірақ сыбайлас жемқорлық үшін көптеген мүмкіндіктерді ашып берді. Мәселені шешу үшін мемлекет қаржыны бөлудің механизмін қайта қарап, делдалдарды алып тастап, құрылыс сапасын бақылауды күшейтіп, бәлкім ипотекалық субсидиялардан бас тартып, әлеуметтік тұрғын үй құрылысын тікелей қаржыландыруды ойластыру қажет. Қазіргі уақытта Нұрлы жер бағдарламасынан шын мәнінде пайда көріп отырғандар құрылысшылар, шенеуніктер және банктер. Ал қарапайым қазақстандықтар өздерінің жеке баспанасына қол жеткізуді армандаумен жүр. Үй бағасы жыл өткен сайын шарықтап барады. Бұл Қазақстандағы сәтсіз іске асқан мемлекеттік бағдарламалар туралы шолулар сериясының бірінші бөлімі. 100 медиа арнасында келесі жүздескенше.